Кеш жарық, құрметті мұғалімдер, мынау біздің Teams бағдарламасында командаларды құру үшін сіздер бірінші Teams бағдарламасының эмблемасын басып, екі рет басасыздар да ашасыздар, сол кезде мынандай шығады. Осыған сіздер өздеріңіздің логиндарыңызды жазасыздар. Мысал үшін біз мұғалімнің логинін алып жазайық, және оның паролін жазасыздар. Мінекей мүлдем ашылмаған сынып болсын мысалы. Осыған біз қалай команда құру керек, қалай оқушыны құру керек, қосу керек, сонымен қатар қандай мұғалімдерді қосу керек, бәрін қысқаша көрсетіп кетем. Мына кісінің классында ештеңе жоқ мысалы. Барлығын дәлелдеп басасыз. Осы жерде команда деген бар. Команданы бассаңыздар, сіздерде мынандай командалар шығады. Енді осының ішіне сіз өзіңіздің сыныбыңызды құруыңыз керек. Сондықтан сізде создать команданы басасыз. Осы создать команданы басқаннан кейін создать команду и класс. Классты басасыз, осы жерге жазасыз. Мысалы, үшінші В сынып деп. Кәдімгідей В сынып деп жазуларыңыз